Ағылшын тілінен тест тапсырмаларын талдау сабағымызды бастаймыз. 3-ші сабақ. Question number 1. Summer holidays in June. Summer holidays in June. Берілген жауаптар нұсқасында begin етістігінің бірнеше формалары жазылған. Begin аудармасы басталу. Сұрағымыздың аудармасы жазғы демалыстар, көптік формада тұр, жазғы демалыстар маусым айында басталады. Басталады, осы шақтағы дұрыс формасын қарайық. Begins және begin екеуі де осы шақта қолданамыз. Бірақ begins хишиитта білесіздер, begin көптік формада деп айтамыз. I есімдігі көптік формаға жатпайды, бірақ дегенмен де you, we, they көптік формаларға жатады. You, сен деген аудармадан басқа сіз, сіздер деген аудармада да қолданылады. Beginning нақ осы шақ, дәл қазір істеп жатқан іс-әрекетті сипаттаған кезде қолданамыз, бірақ біздің сұрағымызда оны талап етіп тұрған жоқ. Began өткен шақ формасы. Сұрақтың тапсырмасына сәйкес біз осы шақтың дұрыс формасын қою керекпіз. Begins немесе begin. Summer holidays қай есімдіктің орнын алмастырады? I есімдігін алмастырмайды, яғни жазғы демалыстарды менмен алмастыра алмайсыз. Жазғы демалыстар нелер, яғни олар көптік формадағы беріліп тұр, сондықтан сіз қайсысын қоясыз? A немесе B. Бір парақ алып, өзіңізге белгілеп отырыңыз. Видео соңында өз біліміңізді, яғни түсінген, түсінбегеніңізді тексеріп көріңіз. A немесе B нұсқасы. Okay, question number 2. We tennis on Monday evenings, but my little sister on Sundays. We tennis on Monday evenings, but my little sister on Sundays. Берілген варианттарда астында play етістігі бірнеше формада тұр. Яғни екі формада тұр, жекеше немесе көптік формада. Play аудармасы ойнау білесіздер, яғни сұрақ былай болады. Біз теннисті дүйсенбі күні кешкісін ойнаймыз, яғни біз ойнаймыз, бірақ менің кішкентай сіңілім Sunday дегеніміз аптаның қандай күні? Еске түсіреміз. Қазір мен сіздерге кесте көрсетем, соңға дейін еске түсіріңіздер. Бірақ менің кішкентай сіңілім аптаның осы күнде ойнайды. Окей, олай болса апта күндері. Days of the week. Апта күндері. Апта күндерін екіге бөлеміз. Жұмыс күндері, демалыс күндері. Weekdays, жұмыс күндері. Weekdays. Weekend, демалыс. Weekend, демалыс. End деген біту дегенді. Бітті дегенді білдіреді, білесіздер. Weekend, яғни аптаның соңғы күндері, демалыс күндері. Осылай аталады. Әрқайсының аудармасын айтпай қойын, жалпы оқылуын қайталап өтейін. Monday, Tuesday, Wednesday, the оқылмайды. Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Есімдіктерді еске түсірек. Есімдіктер және етістіктер. Мен жұмыс істеймін. I work. Яғни айдан келген. I есімдігінен кейін етістік келсе, нақ осы шақта ештеңе жалғамаймыз. Өзін жазамыз. He, she, itті біз S жалғаймыз. Алдыңғы екінші сабақта, бірінші сабақта да бұл қалайды. He listens, she studies, it works. You, we, they бұларды көптік форма деп атаймыз. Бұларда ешқашан етістіктен кейін S жалғанбайды. Тек бізде he, she, itті ғана етістік жалғанады, басқа уақытта жалғанбайды деп жаттап алсаңыздар сіздерге жеңіл болады. Сонда қай нұсқа дұрыс? Біз дүйсенбі күні
кешкісін теннис ойнаймыз, бірақ менің кішкентай сіңілім жексенбі күні ойнайды. Бұл жерде нақты уақыт екен жазылмады. My little sister, менің кішкентай сіңілім, ол деген есімдікті алмастырып тұр. She, we, етістік қандай формада келеді? She, етістік қандай формада келеді? A, B, C, D қай нұсқасы сіздің ойыңызша ең тиімді жауап? Ойлануыңызға аз ғана уақыт берейін. Өз нұсқаңызды жазып алыңыз. Бірден видеоның соңына өтіп, тесттің жауабын көруден аулақ болыңыз. Сізде егерде бұл тест емтиханға келетін болса, ешқандай мысалға телефон, ештеңе қолданбасаңыз да, кейін мысалға басқа уақыттарда, басқа кездерде, біліктілікті арттыру кездерінде бәрібір бұл грамматика алдыңыздан шығады. Ең жеңіл грамматика, түсініп алуға тырысыңыз. Жақсы. Question number 3. What time is it? Сағат неше болды? 3:45 дегенді ағылшын тілінде қалай айтамыз? Берілген варианттарды оқып шығайын, It's 3:15. It is 3:15. B варианты. It is 15:04. It is 15:04. C нұсқасы. It is 3:45. It is 3:45. D варианты. It is 15:04. It is 15:04. Олай болса, негізгі ағылшын тілінде сағат айтудың негізгі ережесін қарап өтек. Сағат айтқан кезде екіге бөлеміз. Мына бөлігін to, мына бөлігін past. Мысалға, сағат 2:00 болды. O'clock дейсіздер, міндетті түрде it is 2 o'clock. Келесі 5 минут кетті. Кетті дегеннің бәрі мына 30 минутқа дейін кетті деп айтамыз, оны past дейміз. Ал келесі 35 минуттан, мысалға 2:35 болса, ары қарай келесі 3-ке қанша минут қалды? 25 минут қалды. Яғни to дегеніміз қалды дегенді білдіреді. Сағатты сонымен 2-ге бөлеміз, кетті немесе қалды минуттарды айтамыз. 00 болса o'clock дейміз, 30 минут болса half past дейміз. Ал егерде 15 минут болса, 15 немесе 45 болса quarter дейміз, бірақ та 15 минут кетті болса quarter past, 15 минут қалды quarter to дейсіз, келесі сағатты уақытты айтасыз. Қарап көрейік. 5 past, яғни 5 минут кетті. Бірден 5 минут кетті. Сағат бірді ала берекше, сағат 1 болды. It's 2 o'clock. Бірден 5 минут кетті. It is дегенді айтпайсыздар уже. 5 past, бірден минутты айтасыздар. 5 past 1. Қазір мысалды бірден көрсетейін, көз алдыларыңызға айтымда. It's 2 o'clock, сағат 2 болды. 2-ден 5 минут кетті. It's алдымен минутты айтасыздар, сосын кетті, сосын сағатты айтасыздар. It is 5 past 2. It is 5 past 2. Яғни 2-ден 5 минут кетті. Келесі минутты бірінші айтамыз, кетті сөзін айтамыз, сағатты айтамыз. It is 10 past 2. It is 10 past 2. Немесе it's 10 past 2. 2-ден 10 минут кетті. 2-ден 15 минут кетті, жаңағы айтқан quarter. It's quarter past 2. It's quarter past 2.
Quarter дегеніміз 15, иә? 2-ден 20 минут кетті. It's 20 past 2. 20 past 2. 2-ден 25 минут. It's 25 past 2. It's 25 past 2. Қара қарай 2:30-дан бастап біз 3-ке қанша уақыт қалғанын айтамыз. 2:35-тен бастап айтамыз. Так, 2:25 айттық. Сіздермен 2:30. 2:30. It's half, яғни half деген жарты деген сөз. It's half past 2. 2:30. Бізде мысалы қазақ тілінде жарым дейміз ғой. 2:30. Half past 2. Яғни 2-нің жартысы дегенді, тікелей аудармасы 2-нің жартысы дегенді білдіреді. It's 20, келесі 35-тен ары қарай 3-ке неше минут қалғанын айтамыз. It's 25 to 3. 20:40. It's 20 to 3. 20:45. 45 мында келесі 3-ке 15 минут қалды дегенді айту керекпіз. Quarter to 3. 10 to 3. 5 to 3. Есте сақтау үшін былай айтсаңыздар болады, яғни 2:30-ды қосқанда, мына жерде видеоны мен фотоны екеуін дұрыс бөлмеппін, 2:05-тен 2:30 past деген тіркестері бар вариантты таңдайсыздар сіздерге тест келсе, ал 2:35-тен 2:55 аралығында көрсетсе, to деген берілген вариантты таңдайсыздар. Сонымен, what time is it? Қай нұсқа дұрыс? 15 дегенді quarter дейміз дедік. Quarter'дың мұнда A варианты және де C варианты. Қайсы дұрыс? Quarter past 3 деген варианты дұрыс па? Quarter to 4 деген варианты дұрыс па? 35 минуттан бастап қандайды қолданатын едік? Еске түсіріп, дұрыс вариантын өзіңізге белгілеп алыңыз. Okay. Question number 4. You live with my mother and sisters. Яғни бұл жерде кіммен бірге тұрасың деген сұрақ болу керек. Кім? Сен кіммен бірге тұрасың? Мен өзімнің анаммен және сіңлілеріммен, не болмаса әпкелерім болуы мүмкін, әпкелеріммен бірге тұрамын. Сұрақтарды қарайық. Кім деген қалай аударылатынын еске түсіреміз. What ол бізде не, who кім, who кім деп аударылады. Where қайда, why неге, when қашан, how қалай, how old мысалға неше жастасың, how old are you неше деген білдіреді. How much, how many қанша. Бізге керек кім деген сөз қалай болады. Келесі. Қай нұсқа дұрыс? Who мен берілген, бізде do нұсқасы берілген, және де does нұсқасымен берілген. Be және де D варианттары. Қайсысы дұрыс? Ол үшін өткен сабақтардағы грамматиканы еске түсіреміз. Do, does, you есімдігінің қайсында келеді? Be немесе D. Өз нұсқаңызды белгілеңіз. Okay. Соңғы сұрақ. Question number 5. The students very tired today because they at the party last night. Бұл жерде осы шақ және де өткен шақтың етістіктері, көмекші етістері берілген. Студенттер бүгін, today дегеніміз, бүгін өте шаршаңқы. Өйткені, because дегеніміз өйткені
олар өткен түні кештікте болды. Last night, яғни өткен түні. Көмекші етістіктерді қарап көрейік. Present simple, яғни осы шақтың көмекші етістіктері am, is, are. Өткен шақтың көмекші етістіктері was, were. Am, is, are. Осы шақтың көмекші етісі. Am көмекші етіс үнемі I мен ғана жүреді. I am a student, I am a Kazakh деп сіздер айтасыздар. Ол уже жаттанды сөз. Басқа есімдіктермен қолданылмайды. He, she, it тек қана избен жүреді. Тек қана избен және are көмекші етісі you, we, they есімдіктермен келеді. You are, мысалға сөйлемнің контекстіге қарай you әртүрлі мағынада болуы мүмкін. You өйткені сен дегенді білдіреді деп айттық, алдында ғана. Не болмаса көптік формадағы сіздер, сіз дегенді, сыпайы форманың сіз деген білдіруі мүмкін. Ал өткен шақтың көмекші етістері was, were екіге бөлінеді. Бұл жерде жекеше және көпше деп қолданып қана бөлуге болады. Was жекеше формада есімдіктермен бірге келеді, ал were көптік формадағы есімдіктермен бірге келеді. I, he, she, it бұл was бен келеді. You, were, they were мен келеді. You, we, they were мен келеді. Есте сақтаудың оңай жолы present simple осы шақта am жаңа айттық, тек қана I мен келеді. Ал is жеке формада келеді. Are көптік формада. Қосымша you жеке формадағы you да келеді. Past simple was жеке формада, were көптік формада. Бір жерде қарасаңыздар, жеке форма осы шақтың жеке формасында келетін is бен өткен шақтың жеке формасында келетін was соңындағы әріптік аяқталуымен ұқсас келеді. Жеке формада s пен аяқталып тұр, мысалы is, was бұл жеке форманы білдіреді, бірақ шаққа байланысты өзгеріс. Ал are және де were бұлар көптік форманы білдіреді, біреуі осы шақтағы, біреуі өткен шақтағы. Ал сұрағымызды қайталасақ, the students, бұл жерде студенттер бүгін шаршаңқы. Бүгін студенттер шаршаңқы. Осы шақтағы көптік форма қайсысы еді? Есіңізде қалды ма жаңағы менің айтуым бойынша? Екінші, because they at the party last night. Өйткені олар, яғни көптік формадағы етіс қайсысы еді? Егер де бірден тапқан болсаңыз, өзіңізге жазып алыңыз. Қай вариант? A, B, C, D. Қай варианты дұрыс? Өткен шақ пен осы шақты қателестіріп алмаңыз варианттарын. Біріншісінде осы шақтікі тұр, осы шақтың көмекші етісін жазасыз көптік формадағы. Екіншісінде осы шақтың көптік формадағы етісі, көмекші етісі берілген вариантты жазасыз. A, B, C, D. Өз нұсқаңызды жазыңыз. Жақсы, олай болса бүгінгі тестімізді біттік. Енді сіздерге тест жауаптарын назарларыңызға ұсынамын. B, C, C, B, C. Бүгін сіздермен B мен C варианттарының жарысы болыпты. Егер де BCO-ның барлығына дұрыс жауап берсеңіз, құттықтаймын, жарайсыз. Сіз ағылшын тілінде материалда тез қабылдайсыз, одан ары жетілдіре түсуіңізге болады. Ал егер 3-тен төмен болса, назарыңызды көбірек қойып, қарауға тырысыңыз. Сіздермен болған Риза English ағылшын тілінен күніне 5 тестті талдау жасап отырамыз. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар.